Алматының Арбаты, алып ұшқан жүректер, алаң толы жастар. Біз митингке шықтық, бірақ бұл жолы билікке қарсы емес. Бүгін Q-pop әртістерінің көрерменмен қауышатын күні. Бүгін фан-митинг. Бүгін жанкүйерлер де құр қол келмеген. Раз, два, три. Топ мүшелерін тәттіге қарқ қылып қойдық та, өзіміз осы топтың стилисті Биботаны сөзге тарттық. Барлық иглздарға сәлем жолдасаңыз. Сәлем бәріне. Топта сіздің кеңесіңіз, сіз өзі ең сәнді киінетін кім? Эйзи. Топтағы ұсынған киімді ұнатпайтын кірпияз, капризный кім? Капризный. Ой, қиын сұрақ, бала мен Эйзи. Ал не ұсынса да кие беретін, мән бермейтін киімге бірден киіп алып, о дейтін кім? Зак. Топта ең салмақты қосып алып, киімдері кейде сыймай жататын кім? Эйс пен Зак. Эйс көбінесе. Киімді ең көп тоздырып тастайтын кім? Сосын реставрация жасау керек болады. Тоздыратын. Зак шығар. Қатты қимылдаймасың да ол, рэп оқығанда беріліп. Жоқ, толықта біз оларға образ жасағанда бір-екі рет киет бұл образ болды. Содан кейін келмейді. Өздерінің киімдері болса, тоздырып жүре беретін ол Зак. Айтпақшы, дәл осындай көңілді күнде кей қыздардың қуанышы су сепкендей басылған сияқты. Шамасы балафандар болу керек. Әлем фандардың да жағдайы мәз емес. Жеке өмірлеріне кіріскеніміз жөн болмас. Бірақ соншама фанаттың көзінше жабыса қалған нес? Шарайт қыздар. Тамағымыз жыртылғанша ән шырқайтын күнде алыс емес. Влогымыз 5 қазан күні өтетін Q-pop Fest фестивалінде жалғасын табады. Олай болса, көріскенше, сау!